Алматы облысы Панфилов ауданы Ерболат Батаев атындағы орта мектептің 11 сынып оқушысы және де еңбекші ауылдық кітапханасының тұрақты оқырманы мен Оспан Бекжан. 20 наурыз зияткерлер күніне орай бүгін сіздерге қазақтың ұлттық ойыны тоғызқұмалақ жайында баяндайтын боламыз. Тоғызқұмалақ бұл жалпы қазақ халқының ежелден бері келе жатқан ұлттық дәстүрлі ойындарының бірі болып табылады. Біздің заманымыздың 4-ші мыңжылдығында пайда болған бұл ойын қазіргі таңда халық арасында кеңінен танымал. Біз КСРО құрамында болған кезде бұл ойын халық арасынан ұмытылып, тіпті жойылудың аз-ақ алдында қалған болатын. Дегенмен тәуелсіздік алғаннан кейін бұл спорт түрі дәріптеліп, кеңінен танымал болып, қазіргі таңда халықаралық дәрежедегі спорт түріне айналды десек те болады. Жалпы тоғызқұмалақ бұл адамның зияткерлік қабілетін арттырып, математикалық сауаттылығының дамуына бірден-бір үлес қосатын ерекше спорт түрі болып табылады. Мен жалпы дәл осы ұлттық ойынмен айналысып жүргеніме 8 жылдың жүзі болды. Дәл осы уақытта мен көптеген жарыстарға қатысып, жүлделі орындар алып, талай додаларда топ жарған болатынмын. Және де дәл осы ойынның болашақ ұрпаққа жетуіне, сол ұрпақтың осы ойынның шыңырау шегіне жетуіне бірден-бір себепкер болғым келеді. Және де сіздерге де дәл осы ойынмен айналысуларыңызды кеңес ретінде айтқым келеді. 20 наурыз зияткерлер күні құтты болсын.